Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен ерекше періштенің көжасы деп аталатын пирог дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп қолдап отырыңыздар. 2 шыны ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа және де шым тұз қосып, одан кейін сары майымызды ерітіп алып, оны қосып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтындай осылай шығуы керек. Одан кейін оны тоңазытқышқа 15 минутқа тындыруға қоямыз. Салмасына 400 грамм творогтың үстіне 1 шыны қант және де жұмыртқаның 2 тал сарысын салып, ауызын бөліп алып қаламыз. Одан кейін кішкене ванилин, 3 қасықтай қаймақ қосып, барлығын бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осындай сұйық масса шығуы керек. Одан кейін тынып тұрған нанымызды алып, 1 сантиметр қалыңдықта жайып алатын боламыз. Формамызды дайындап, формамызға жақсылап бір келкі етіп орналастырып аламыз. Қамырды орналастырып алғаннан кейін салмасын құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут бойы пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезек меренга, яғни періштенің көжасы бөліміне көшеміз. Жаңағы пирогтың аталу себебі осы меренгасына тікелей байланысты болып шығады. Жаңағы 2 жұмыртқаның бөліп алған ақуызына 1 стакан қантымызды қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластыратын боламыз. Осындай формасын ұстап, жаңағындай ыдысымызды аударсақ та түспейтіндей әппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. 5-7 минут аралығында өзі осылай толықтай формасын ұстап дайын болады. Пирогымыз піскеннен кейін алып, осылай жаңағы меренгамызды бетіне толықтай бір келкі етіп жағып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен бетіне тамшыларға ұқсас формалар салып, пеште тағы да 5 минуттай беті қызарғанша ұстайтын боламыз. Одан кейін пештің аузын сәл ашық қалдырып, жаңағындай булап тамшылар шығарсаңыздар да болады, немесе осылай тегешпен жауып, булап бетіне осындай әдемі тамшылар шығарсаңыздар болады. Менде мына жерде меренгені қозғап алдым, сондықтан сәл ашылып кетті. Енді пирогымыз өте дәмді болып шығады. Барлығыңызға ас болсын.